Сәлем достар, бүгін омыртқа жотасы туралы айтатын боламын. Сіз арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бастайық. Омыртқа жотасын біз орысша позвонок дейміз, латынша вертебра болады. Оның денесі көлденең өсіндісі, қылқанды өсіндісі, тесігі, екі жоғарғы, екі төменгі буын өсіндісі болады. Омыртқа жотасын 5 бөлікке бөліп қарастырамыз. Мына фотоға қарасаңыздар да 5 бөлігі латынша тұр, қасында қазақшасы бар. Яғни соларға тоқталып, қазір айтамын. Бірінші мойын омыртқасы. Мойын омыртқасы жетеу, яғни 7 мойын омыртқадан тұрады. Ол басқа омыртқалардан ерекшелігі көлемі ең бірінші омыртқаның, яғни жұлын жақта орналасқанның көлемі кішкентай болады. Және көлденең тесігі болады. Ең бірінші омыртқада тесік болмайды. Яғни мен ерекшелігін айтып жатырмын, және денесі болмайды. Тесік арқылы қан тамыр мен жүйке өтеді. Келесі кеуде омыртқасы. Оның саны 12 тал. Басқа омыртқадан айырмашылығы омыртқа денесінде жоғарғы және төменгісінде қабырға ойығы болады. Ол көп қимылдамайды, яғни кеуде омыртқасы көп қимылдамайтын омыртқа болып табылады. Келесі бел омыртқасы, оның саны 5. Оның денесі үлкен болады, әрі жалпақ болады, өйткені бүкіл адамның салмағы белге түседі. 8 көз омыртқасы 5, бір-біріне жабысқан 5 омыртқадан тұрады. Ішінде көлденеңінен 4 қыры, сыртында ұзынынан 5 қыры бар. Екеуі шеткі, тағы екеуі аралық, бір ортаңғы. Бүйірінде жамбас сүйек бекитін ойық болады. Және де 8 көзде 4 жұп тесік бар. Яғни 4 жұп дегеніміз саны 8 болады. Ол эволюциялық даму барысында бір-біріне жабысып кеткен, жұлын өтеді тесіктер арқылы. Және соңғы бөлігі 3-4 құйымшақтан тұрады. Және де қосымша ақпарат беріп кетсем, достар. Лордоз және кифоз деген екі түрлі түсінік бар. Ол дегеніміз, мына фотоға қарайтын болсақ, омыртқаның бас жағы, мойын жағы ішке кіріп, кеуде жағы сыртқа шығып, қайттан бел жағы ішке кіріп, 8 көз бен құйымшақ сыртқа қарай шыққан. Яғни фигурный болып тұр ғой, соны мойын мен бел омыртқасы дөңес болып шығып тұрғанын лордоз дейміз. Келесі кеуде құйымшақ тұсында ішке қарай кіріп тұрған жерін кифоз деп атаймыз. Жалпы омыртқа жотасы 33-34 омыртқадан тұрады. Омыртқа жотасы бітті. Сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде тіркеліп қолдап өтіңіз. Медицина ағылшын туралы көп видеолар салынады.